Қайырлы күн, құрметтілерім. Менің үзбей күнделікті ішетін дәрумендерімнің бірі D3 витамині. Басқа витаминді алмасаңыз да осы D3 витаминін қабылдаңыздар. Өйткені статистикаға сүйенетін болсақ, адамдардың 99.9%-ында осы D3 витаминінің жетіспеушілігі анықтаған. Құрметтілерім, кешегі коронавирус кезінде ауырған, одынөлік болып кеткен адамдардың басым көпшілігінің ағзасында осы D3 витаминінің жеткіліксіздігі анықталған. Мен осы коронавируспен ауырған кезде, жазылып шыққан кезде маған ең бірінші берілген витамин осы D3 витамині болған. Яғни қазір бізде NL компаниясында сатылымда, бағасы небәрі 6150, ішінде 180 капсула, құрметтілерім. Және халал сертификаты бар. Ешқандай шошқаның желатинінен жасалмаған. D3 витамині не үшін керек? D3 витамині не үшін қажет? Ең бірінші, бұл біздің иммунитет. Екінші, жүйке жүйесін, нервный системаның дұрыс жұмыс жасауы. Өйткені нервтің, білесіздер, нервные клетки не восстанавливаются дейді, барлық ауру осы нервтан. Үшінші, қан айналымын жақсартады. Төртінші, сіздің тамақтан қабылдап жатқан кальций, фосфордың сіңімділігін арттырады. Егер сіз қайта-қайта ауыра беретін болсақ, сізге демек D3 витамині жетіспейді деген сөз. Сізде упадок сил, шаршап, әлсіреп жүрсіз, значит сізге D3 витамині жетіспеушілігі бар деген сөз. Метаболизм, яғни сіз не салмақ тастай алмайсыз, семізсіз, қанша диетаға отырсаңыз да, немесе сіз тымарықсыз, значит сізге D3 витаминін ішу керек. Сіз ауырғансыз, ауырғаннан кейін ағзаны қалыпқа келтіру үшін ауырмай тұрып, алдын алу мақсатында, яғни барлық адамға қажетті D3 витамині, құрметтілерім. Міне, құрметтілерім, өзім және отбасым сертификатталған таза, халал, қаныққан балық майынан жасалған D3 витаминін күнделікті қолданып жүрмін. Сондықтан міндетті түрде қолданыңыз. Барлық адамға қажет. Мен 100% гарантия берем, қазір сіз D3 витамині анализ тапсырсаңыз, сізде мөлшерден төмен болатыны. Өйткені қазіргі басым көпшілік адамдардың иммунитеті төмен, көңіл күйі жоқ, күш-жігер жоқ, энергия жоқ. Соның барлығы осының жеткіліксіздігінің салдарынан. Және қазіргі сабаққа барып жатыр ғой, балалардың памяти төмен, есте сақтау қабілеті төмен. Күні кешке дейін компьютер, далаға шықпайды қазіргі балалар, күн сәулесін, күн көзін көрмейді. Сондықтан балаларға да міндетті түрде осы D3 витаминін беріңіз. Қалай ішу керек, оны тапсырыс жасаған жағдайда сіздерге егжей-тегжейіне дейін түсіндіретін боламын.